Саламатсыздарбы оқушылар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде 37-ші сабақ «Наши верные помощники». Балалар, упражнение первое подумай дейді, ойлану керек. Яғни, подбери к каждой картинке нужный орган чувств. Состав словосочетания, например, орган обоняния – нос. Енді, мына жерде балалар бізде тірек сөздер берілген. Яғни, ауызша айтып шығайын болмаса, я орган слуха еститін бізде это уши. Немесе стрелка қойып шығайын қазір. Орган слуха это уши. Орган зрения глаза. Орган обоняния нос. Орган вкуса рот. Орган осязания это руки, да? Яғни біз құлақпен естиміз, көзбен көреміз, ауызбен дәм сеземіз, қолмен ұстап көріп, қандай екенін білеміз. Құлақпен естиміз, мұрынмен иіс сеземіз деген сияқты, я? Осылар біздің дәм сезу, иіс сезу, яғни бірдеңенің қандай екендігін білу үшін осы заттарды қолданамыз. Енді запомни, ведь имя прилагательное согласуется с именем существительным вроде. Яғни, имя существительное мужской род, женский род, средний род болып өзгереді. Және имя существительный егер женский род болса, онда қасында тұрған прилагательный да женский род болып өзгереді. Ал егер мужской родта тұрған имя существительный болса, онда имя прилагательный да мужской род болады деген екен. Ары қарай жалғастырамын. Упражнение второе. Послушай текст. Тексті тыңдайық. Вот и лесная полянка. На душистом цветке сидит красивая бабочка. Я слышу, как поют птички, в траве спряталась вкусная земляника, а пушистая белочка собирает грибы на зиму. Мне очень захотелось ее погладить. Хорошо в лесу. Балалар, бұл ормандағы көрініс туралы айтылған екен. Яғни орманның ішінде әдемі гүлдерде отырған көбелектер, құстардың өлең айтқандығы, тәтті жидектердің барлығы және тиынның қысқа азық жинап жатқанын, я, саңырауқұлақтарды. Және осы тиынды мен сипалағым келіп кетті дейді. Орманның іші қандай керемет дейді. О чем говорится в тексте? Тексте не туралы айтылған. В тексте говорится о лесной полянке. Кто сидит на цветке? На цветке сидит красивая бабочка. Где спряталась земляника? В траве спряталась вкусная земляника. Кто собирает грибы на зиму? На зиму грибы собирает белочка. Енді найди в тексте словосочетание существительное плюс прилагательное, которые помогут ощутить красоту полянки. Енді балалар, осы тексттен бізге существительными плюс прилагательное қосқан сөз тіркесін табуымыз керек. Балалар, существительный дегеніміз не қазақ тілінде? Ол зат есім. Имя прилагательный сын есім. Яғни существительный отвечает на вопросы кто, что, кім, не деген сұраққа жауап береді. Ал прилагательный қандай? Орысшасы какая, какое, какие, какой деген сұрақтарға жауап беретін сөз тіркесін табуымыз керек. Міне. Красивая бабочка. Жазамыз. Ары қарай. Вкусная земляника. Тағы да қандай бар? Пушистая белочка. Ары қарай. Тағы да не бар?
Лесная полянка. Душистый цветок. Қалғаны тауып болған сияқтымыз, иә? Осылардың барлығы папочка существительное, красивое прилагательное, земляника деген существительное, что деген сұраққа жауап береді? Вкусная, какая, яғни прилагательное. Существительное, прилагательное. Существительное, прилагательное. Существительное, прилагательное сөз тіркестерін тауып шықтық. Енді келесі жаттығуға өтеміз. Балалар, бұл жаттығуда оқып жауап бер дейді. Яғни, Данаға, мына қызға, суреттегі қызға, адамның дәм сезу, иіс сезу мүшелері не үшін қажет? Яғни өзімізге құлақ не үшін керек? Басқа бізге денеміздегі барлық сезу мүшелері не үшін қажет? С помощью органа слуха Дана услышит нежную музыку. Есту сезімі үшін, сезім мүшесі арқылы ол әдемі музыканы тыңдай алады. С помощью органа обоняния Дана почувствует запах ароматной розы. Иіс сезу мүшесі арқылы ол әдемі әрі иісі аңқыған роза гүлінің иісін иіскей алады. С помощью органа вкуса Дана почувствует кислоту лимона. Дәм сезу мүшесі арқылы Дана лимонның қышқылдығын біле алады. С помощью органа зрения Дана увидит живую природу. Көзбен көру мүшесі арқылы Дана табиғаттағы барлық дүниелерді көре алады. С помощью осязания Дана поймет, что ежик колючий. Ол ұстап көру мүшесі арқылы ол ежиктің қандай тікенекті екендігін сезе алады делінген екен бұл жаттығуда. Ары қарай 4-ші жаттығуда ойланыңдар депті. Подумай. Подбери прилагательное к существительным. Запиши тетрадь. Енді бізде род. Қандай родта тұр? Мужской род. Щека. Женский род. Зрение. Средний род. Нос. Мужской род. Рука. Женский род. Ухо. Средний род. Балалар, егер біздегі имя существительный сөздеріміз дауыссыз әріппен аяқталса, ол мужской род сөздеріне жатады. Міне, рот, нос. Екеуі де дауыссыз әріппен аяқталғандықтан мужской род болып есептеледі. Ал егер имя существительный, яғни зат есімдегі сөздеріміз а немесе я әріптерімен аяқталса, онда ол женский род болады. Міне, рука, щека, екеуі де а мен аяқталып тұр, сондықтан женский род болып тұр. Зрение, ухо, бұл екеуі средний родқа жатып тұр. Өйткені егер имя существительный сөздері е және о әріптерімен аяқталса, ол средний родқа жатады. Енді балалар қасына прилагательналарды қосып жазуымыз қажет. Род прилагательный бізде қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни какой, какая, какое деген сұрақтарға жауап береді. Соған біз жазуымыз керек. Міне. Балалар, міне қарайықшы. Рот какой? Большой. Қандай? Үлкен. Щека какая? Нежная. Зрение какое? Острое. Нос какой? Маленький деке. Ары қарай. Рука какая? Длинная дек, ұзын. Ары қарай. Ухо какой? Ухо сломанное дек, сынған ухо деке. Сломанное. Келесі жаттығуға өтеміз.
Упражнение 5. Послушай, тыңда. Және найди слова рифмы. Балалар, слова рифмы дегеніміз не еді? Слова рифмы бұл ұқсас сөздер. Солай ма, балалар? Міне, тауып отырып, астын сызып отырамын. Есть 5 помощников на службе у тебя. Не замечая их, используешь ты, шутя. Тебя мен шутя рифма. Глаза тебе даны, чтобы видеть, а уши служат, чтобы слышать. Язык во рту, чтобы вкус понять, а носик запах различать. Руки, чтоб ласкать, трудиться. Воды из кружечки напиться. Енді балар, рифма табайық. Видеть, слышать, понять, различать, трудиться, напиться. Трудиться и напиться. Екеуі ұқсайды. Видеть, слышать, понять и различать. Бұл балар. Рифма сөздер. Бұл жерде де бағанағы біздің есту, көру, иіс сезу, дәм сезу және қолмен ұстап сезіну мүшелері туралы айтылған. Яғни қол, көз, құлақ, ауыз және біздің көзіміз туралы. Балалар, осымен бүгінгі сабақтар аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға айтуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемат болыңыздар.